Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, дәмді әрі тез пісетін таңғы ас. Видеодағыдай заттарыңызды түгендеп алып, пиязыңызды майдалап, кубиктап турап, қазанымызға аз ғана майымызды құйып, қыздырып аламыз азырақ. Үстіне пиязымызды салып, басқа заттарымызды турап болғанша қуырамыз. Болгар бұрышында осылай 4 бұрыштап турап, қызанағымызды да дәл видеодағыдай турап аламыз. Пиязымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып алып, үстіне дәміне қарай тұз және де қара бұрыш салып 3 минут қуырып аламыз. 3 минут қуырған соң жұмыртқамызды үстіне салып, осылай жарып жіберсеңіздер, дәмі керемет болып шығады. Үстіне шым-шым тұз сеуді ұмытпаңыздар. Мінекей, 2 минутқа бетін жауып қоясыздар. Тамағымыз дайын таңғы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің видеом ұнады деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас дәмді болсын, сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін.